Бәріңе сәлем достар, сіздермен Нұрасыл Азат және Біліп Жүр арнасы. Қазіргі және алдағы уақыттағы технологиялық заттармен өмір сүру өте керемет. Төсектен тұрмай тамаққа тапсырыс беруге болады. Үйіңде қолыңа шүберекті ұстамай-ақ үй жинауға болады. Көлікті жүргізушісіз айдауға болады. Нағыз арман, бұлар біздің күнделікті қолданатын істеріміз. Бәрібірде әр нәрсенің жаман жағы болады ғой, және олар адамға зиян келтіреді. Бүгін біз сіздерге осы тақырыпты қозғайтын боламыз. Ал ендеше видеомызға кеттік. «5G құстарды өлтіреді». Естігенде шошып кетесің. Ол телефондардың 5-ші ұрпағы. Ол әзірге жасалып жатыр. Кейбір елдер оны тексермекші болды. Бұл жағдай Нидерландыда қарашаның 5-і 2018 жылы орын алды. Эдин Лиза өз блогында осы тақырыпты қозғайды. Паркте 300-ден аса құстар өлген. Парктың қасындағы үйге 5G антеннасы қойылған. 5G құстарға өте қауіпті. Саябақта өте сұмдық жағдай болған. Ғалымдардың айтуынша уланды дейді. Бірақ 5G-ді тексерген күн маусымның 28-і 2018 жылы. Ол кезде ешқандай құстар өлген жоқ. Бұл нәрсенің нақты дәлелі жоқ. Құстар бұл нәрседен де өлуі мүмкін, немесе басқа нәрседен. Әзірге бұл мәселе шешілген жоқ. Қиын роботтар, олардың мықты болуы кейін адамдарға соғыс жариялауы мүмкін. Терминатор кімге қосылады екен? Соғыстың алла бетін аулақ қылсын. Роботтарды жамандап тұрған жоқпын әрине. Бірақ сонда да оларды меніңше адамдардан әлсіз қылдыру керек шығар. Робототехника саласы керемет робот дайындауда. Тіпті дәл қазір қолына қару алып адамдарға шабуыл жасауы мүмкін. Сіз білесіз бе? Dynamics роботы есікті де аша алады. Ал кейбір роботтар неше түрлі акробатпен айналысады. Тағы бір қауіптілік. Хакерлер роботты өзіне бағындырып алып, неше түрлі зұлымдық әрекеттермен айналысуы мүмкін. Ойыңды оқитын құрал. Бұл нәрсеге кітаптардан, фантастикалық кинолардан және неше түрлі оқиғалардан, ертегілерден ғана көретінбіз. Бұның адамдарға аса қатты қажеттілігі жоқ. Жай ғана елдің ойын білу үшін. Бірақ ауру адамдардың не айтқысы кеп жатқанын білуге таптырмас құрал. Олардың дауыстарын бір жерге жазып қойып тыңдауға болады. Міне достар, бүгінгі видеода біз сіздерге заманның дамығанын, олардың зиянын және пайдасын айттық. Егер де сіздерге осы видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше келесі кездескенше қош сау болыңыздар.